8-ші сынып алгебра 2-де 132-ші есеп. Алдымен бірінші есепте мүмкін мәндер жиынын анықтап аламыз. Бұл жерде бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Яғни x минус, мына жерге жазып қойыңызшы, мүмкін мәндер жиыны. x минус 1 тең болмау керек 0-ге. Яғни x-тің мәні 1-ге тең болмау керек. Яғни x-тің орнына 1 қойсақ, 1-ден 1 алынып кетеді, 0 болып қалмау керек. Ал енді ары қарай бұл жерде ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім 6 көбейту x минус 1. 6x минус 1-ді 6-ға бөлеміз. Бұл жерде x минус 1 қалады. Дәл осыны x минус 1-ге бөлетін болсақ, 6 қалады. 4-тің астында 1 бар деген сөз. Яғни 6 көбейту x минус 1-ді 1-ге бөлген кезде 6x минус 1-дің өзі шығады. Ал енді алымдарын көбейтіп шығамыз. x минус 1, x плюс 1. Қосу бөлімін жазамыз. Ортақ бөлім x минус 1, 6 көбейту 20, тең 6x минус 1. Енді көбейтеміз. 6 көбейту 4, x минус 1. Ал енді бізде бөлімдері бірдей болды. Енді бөлімдерін тастаймыз да, алымдармен жұмыс жасап кетеміз. Бізде қысқаша көбейту формуласына келіп тұр, иә? Мына жерде x квадрат минус 1-дің квадраты. 1-дің квадраты 1, сондықтан квадратын жазудың қажеті жоқ. Қосу 120 тең 6-ға 4 көбейтсек 24 x минус 1. Енді жақшаны ашайық. X квадрат минус 1 плюс 120 тең 24x минус 24. Енді барлығын теңдіктің сол жағына өткіземіз. X квадрат x квадрат, мына жақтағы 24x-іміз мына жаққа минус 24x болып өтеді. 120-дан 1-ді алатын болсақ минус 1-ді алатын болсақ 119, 119-ға 24-ті қосатын болсақ, қосамыз, плюс 143 болады. Тең 0. Енді А-ның мәні 1-ге тең, В-ның мәні минус 24, С-ның мәні 143. Ал енді дискриминантқа саламыз. Дискриминант формуласы v квадрат минус 4ac, бізде формула. Енді орындарына қойып шығамыз. Минус 24-тің квадраты, азайту 4 көбейту 1 көбейту 143. Енді минус 24-тің квадраты 526-ны береді. 526 азайту 4-ке 143-ті көбейтсек 572. 76 деген шын жерде 76, 572. Тең азайтатын болсақ 4. Енді біз x1, x2-ні тауып аламыз. x1, x2 тең. Формуласы минус v плюс минус түбірасты дискриминант бөлінген 2a. Тең бізде формулада v-ның алды минус болғандықтан, мына жерде v-ның мәні де минус, екеуі бір-бірімен плюс болып кетеді. 24 плюс минус дискриминант 4. Дискриминантымыз біздің 4-ке тең болды. 4-ден 2 шығады. 2 көбейту а. А-ның мәні бізде 1 тең. Енді 24-ке, плюс жағын бірінші қарастырып алайық. 24-ке 2-ні қосатын болсақ 26, 26-ны 2-ке бөлетін болсақ, x1 тең 13. x2 тең, 24-тен 2-ні аламыз 22, 22-ні 2-ке бөлсек 11. Бізде жауабы 11 және 13 екен. Дәл осы есептің үшіншісі берілген жазып қойдым. Бұл жерде бізде бірінші мүмкін мәндер жиынын анықтап алайық. Мүмкін мәндер жиыны. 1 минус x тең болмау керек 0-ге, яғни x-іміз тең болмау керек 1-ге. Және мына жерде x плюс 1 тең емес 0-ге. x тең емес, мына біріміз мына жаққа минус 1 болып өтеді. Яғни x
плюс минус 1-ге тең болмау керек екен. Ары қарай бізде ортақ бөлім беруіміз керек. Бөлшектің бөлімдеріне қарасақ, бізде қысқаша көбейту формуласы беріп тұр. Мына жерге жазып кетсем, 1 минус x квадрат деген, ол яғни а квадрат минус в квадрат, түсінікті болу үшін квадратын жазып қойдым. 1 минус x және 1 плюс x-ті береді. Дәл осы формуланы қолданып шығаратын боламыз. Яғни біздің ортақ бөліміміз 1 минус x және 1 плюс x. Бөліміне жазып шығамын. 1 минус x, 1 плюс x. Бөлетін болсам, 1 минус x пен 1 минус x қысқарады, 1 плюс x қалады. Толықтауыш көбейткіші 1 плюс x. Және қосуды жазайын, түсінікті болу үшін мына жерге қайтадан ортақ бөлім жазам. 1 минус x, 1 плюс x. 1 плюс x пен 1 плюс x қысқарады, 1 минус x қалады. 1 минус x. Мына жерде 1 минус x-ің квадраты өздерін беріп тұр ғой. Өзімен 1 минус x квадрат өздеріне бөлінетсе 1-ді береді. Және енді 3-ті толықтауыш көбейткішіне көбейтеміз. 3, 1 плюс x. Кішкене арасын ашып жазасыңдар ғой, оқушылар. Менде кішкене бір-біріне жақын тығыз болып орналасып қалды. Так, енді 1-ді көбейтеміз. 1 минус x-тің өзін береді. Тең 1 минус x, мынаны бүйтіп бөліп қойсам, 1 плюс x. Жоғарысына 1-ге 28 көбейтсек, 28-дің өзі береді. Бізде бөлімдері бірдей. Ал енді алымдармен жұмыс жасап кетеміз. Шақшаны ашып сразу жазайын. 1-ге 3-ті көбейтемін, 3. Қосу 3-ке x көбейтемін, 3x. Қосу 1 минус x-тің өзін жазамын, тең 28. Ары қарай 3x-тан x-ті азайтатын болсам 2x, 3-ке 1-ді қосатын болсам 4, және оны 4-тен 28-ді азайтатын болсам минус 24 болады. Минус 24 тең 0. Енді осы жерде 2x тең минус 24-міз плюс 24 болып өтеді. X көбейту бар деген сөз мына жерде. X 24 бөлінген 2 тең 12-ні білдіреді екен. Жауабы 12. Бесіншісі берілгенін жаздым. Менде ортақ бөлім 2 бөлімінің көбейтіндісі болады. Оны жазбас бұрын бірінші мүмкін мәндер жиынын анықтап аламыз. Мүмкін мәндер жиыны. Яғни бізде бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Яғни x минус 3 тең емес 0-ге, x тең емес минус 3-міз оң жаққа плюс 3 болып өтеді. Яғни x 3-ге тең болмау керек. Ал екіншісі 1 минус x тең емес 0-ге. Бұл жерде x-тің мәні 1-ге тең болып қалмау керек. Ары қарай кеттік. Ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім бөлімдер екеуінің көбейтіндісі, яғни x минус 3, 1 минус x. X минус 3 пен x минус 3 қысқарады да, толықтауыш көбейткіші 1 минус x-ті береді. Жоғарысына жазбайын, 1 минус x. Енді екіншісінде 1 минус x пен 1 минус x қысқарады да, x минус 3 қалады. Толықтауыш көбейткіш x минус 3. Бөлшек 3-тің астында бөлімінде 1 бар деген сөз, яғни мына санды 1-ге бөлетін болсақ өзі шығады, яғни толықтай жазамыз. X минус 3, 1 минус x. Ал енді алымдарын жазып шығайық. Бірінші 16 көбейту 1 минус x. Мына қосуды жазамын. Бөлімін толық жазып шығайын. Түсінікті болу үшін ашып жазып жатырмын. Бөліміне 30-ға толықтауыш көбейткішін көбейтеміз. 30 көбейту x минус 3. Тең. Мынаны бетіп бөліп қойыншы бізге қазір. Так. X минус 3, 1 минус x. Көбейтіп шығам. 3 көбейту x минус 3, 1 минус x. Бізде бөлімдері, ортақ бөлімдері бірдей болып шықты. Енді бөлшектің алымдарын есептеп шығамыз. 16-ны 1-ге көбейтемін, 16. Минус 16-ны минус x-қа көбейтемін, 16x.
плюс, мына плюсты жазып жатырмын. 30-ды x-ке көбейтсем 30x, 30-дан 33 минус 3-ке көбейтсем минус 90 болады. Тең, мына жерде бірінші 3-ті жазайын да жақшаларды ашып шығайын. X-ті 1-ге көбейтетін болсам x, x пен минус x квадрат болады. Минус 3 пен 1 минус 3-ті береді. Минус 3 пен минус x плюс 3x-ті береді. Мен не үшін 3-ті 1-ден көбейтпедім? Шатасы кетпеу үшін оқушылар. Қазір мен қайтадан жазып шығамын. 16 минус 16x плюс 30x минус 90 тең. Енді ашып шығамын. Мына 3 деген сөз жақшаның ішіндегі барлық сандарға тиісті. 3x минус 3x квадрат минус 9 плюс 9x-ті береді. Ал енді ортақ ұқсас мүшелерді біріктіріп шығамыз. Бізде x квадрат біреу ғана, теңдіктің сол жағына өткен кезде минус таңбасы плюске айналады. 3x квадрат. Енді x барлардың астын сызып шығамын, біріктіремін. Минус 16 мен 30 плюс 14x-ті береді. Ал мына жақта 3 пен 9-ды қосатын болсақ 12. Мен жазып шығайыншы бірінші. Плюс мына жақта 14x, мына жақта 3 пен 9 12-ні береді. 12x мына теңдіктің сол жағына минус 12x болып өтеді. Енді бос мүшелер 16, минус 90 және 9. 90-нан 16-ны аламын. Бұлай істейікші. 9-ымыз мына жаққа плюс болып өтеді. 16-ға 9-ды қоссақ 25. 90-нан 25-ті алатын болсақ 65 болады. Минус 65 тең 0. Енді 3x квадрат. 14-тен 12-ні аламын. 2x минус 65 тең 0. Тең 0. Енді дискриминант. Бізде жазып шығайықшы мүшелерді. А тең 3-ге, В тең 2-ге, С тең минус 65-ге. Дискриминант тең 2-нің квадраты 4 минус 4 А-ның орнында 3, С минус 65-ті береді. 4 азайды. Мына минус пен минус плюс болып кетеді. 12-ге 65-ті көбейтсек. 4-ге 3-ті көбейтсек 12, 12-ге 65-ті көбейтетін болсақ 780. Тең 2-ін қосатын болсақ 784. Бұл бізде 28-дің квадраты. Қазір бізде x1, x2-ні табамыз. x1 және 2. Минус v, яғни v-ның мәні минус 2-ні жазамыз. Плюс минус 28 бөлінген 2a, 2 көбейту 3. Тең минус 2 плюс минус 28 бөлінген 6. Ал енді есептейік. Минус 2 мен 28 бізде минус 26-ны береді. x1 тең, плюс 26-ны береді. 26 бөлінген 6. Екеуінде 2-ге қысқарып тастаймыз. Сонда 13 бөлінген 3. Бұл бізде 4 бүтін 3-тен 1-ді береді. x1-іміздің мәні және x2-нің мәні минус 28 бен минус 2 минус 30-ды береді. Минус 30 бөлінген 6, яғни ол минус 5-ді береді. Жауабы көрмей қалыпты. Жауабы 4 бүтін 3-тен 1 және минус 5. Есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңізді жазып сұрасаңыздар болады.